Дұға материалдық байлыққа жеткізе ме? Дінде түрлі машақаттағы жағдайларға оқылатын арнайы дұғалардың бар екені рас. Алайда, соларды оқысаң жағдайың сол сәтте оңалып кете қоймасы анық. Дұға адамға белгілі деңгейде жеңілдік бергенімен, бақытқа жету кілтін Құдай тағала адамның өзіне табыс еткен. Өмірдің машақаты мен қиындықтарын, қайғы мен қуанышын басынан өткізген пенде түрлі сынақтарды кешіреді. Тіпті пайғамбарлардың өздері түрлі сынақтарға ұшырап, сабыр қылған, еңбек етіп кәсіп еткен. Бір күні пайғамбар Алланың жіберген әрбір пайғамбар қой баққан дейді. Қасындағы сахабалардың бірі: "Сіз ше, Алланың елшісі?" деп сұрайды. Сонда пайғамбар: "Иә, мен де ақыға меккеліктердің қойларын баққан едім" деп жауап берген екен. Пайғамбар жас кезінде саудамен де айналысқан. Жалпы, пайғамбарлардың бірінші кезекте отбасыларын асырауда және өзге де істерде жетістіктерге жетулеріне жәрдемші болған. Ең басты ерекшеліктері бұл еңбекқорлық, өзгелерге қол жаймау, мойымау және сан алуан қиындықтар мен сынақтарға сабыр етулер болса керек деп тұжырым жасауға негіз бар.